Құрметті менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Гүлдер сыры 12-ші бөлімі. Серхат ас үйге кірді. Сол кезде Зейнеп Қайелдің бүгін сабаққа бармағандығын айтты. Я білемін, Қайел менің қасымда болды. Барлығында біліп, қағазды қатты оқып қойыпты деді. Енді оны қанда мені кінәламайтын шығарсыз, деді. Елкем Қайелге барып, кішкентай кездегі киімдерін басқа адамға беретін айтты. Және де сенің де кішкентай киімдерің болса, маған бер, мен соларды берейін деді. Сол кезде сырттарынан Кадер бақылап отырды. Әппақ әдемі көйлекті көріп, қызғана қарады. Және де Түлай әпкесінің осындай көйлекті алып бергені есіне түсті. Оны көрген Елкем, мә, саған мына көйлек ұнап тұр ма? Сыйлыққа берейін деп жерге тастай салды. Ал Эркан болса, Серхаттың берген ақшасына ертең балық алып, дәмділеп дастархан жасап, бірге отырайық, көңіл көтерейік деді. Ал Түлай болса, ол ақшаны Серхат мырзаға қайтарамыз. Ертең Берактан аппараттарды үзетін болса, Кадерге бөлінетін байлық бізге де тиесілі болады деді. Себем ханым, ұйқым келді, жатайын деді. Жихан, анашым, сіз бұндай уақытта ұйықтамайтын едіңіз ғой деді. Ұйқым келіп тұр. Не болып қалды деді. Сен Серхатта мені қызғанасың ба дедім. Жоқ ана деді. Ал Жихан болса азыраға қарап, маған осындай кеуде ұнайды. Ертең барып жасатсаң қайтеді. Мықты хирург ертеңнен бастап іздестіре бастайын дейді. Бұның не керегі бар деді. Шай, саған осылай жарасады, маған да ұнайды сол деді. Қайел Кадерге аппақ көйлекті кигізіп, басына коронасын тақты. Оның сырттарынан Зейнеп көріп бақылап, сүйсіне қарады. Серхат мырза да келіп қалып, қыздар, болды енді, жатамыз деді. Әке, әлі ерте ғой деді. Жатамыз қыздар деді. Оны көрген Кадер көңіл күйі түсіп кетті. Ал Зейнеп Серхатқа барып сөйледі. Неге қыздардың арасына түсесіз? Кадер бәрібір де оларға қатысы бар деді. Қатысы жоқ. Кадер бұл үйден кетеді. Бауыр басып қалмау керек деді. Бауыр басса не болады деді. Ажыраулары қиын болады. Қыздар оған жақындамасын. Барынша Кадерді оларға жақындатпа деді. Сөйтті де айтарын айтып алып, Серхат мырза кете барды. Сол кезде Азыраның жылаған даусын Зейнеп естіп қалып, Азыра ханым, сізге не болды деді. Сол кезде енді айтайын деп жатқан кезде Азыра деп Жиханның даусын естіді. Зейнеп, бұл көргендеріңді ешкімге айтпайым деп уәде берші деді. Жарайды, уәде берем деп кете барды. Ал Кадер Серхат мырзаға әппақ көйлегін шешіп, Серхат мырза, маған ашуланбаңызшы. Міне, көйлекті қайта шешіп, өзіңізге қайтарып берейін деді. Жоқ, бұл көйлек сенікі, саған тиесілі. Енді маған оның керегі жоқ деді. Сол кезде Кадер Зейнеп әпкеме де ұрыспақшы деді. Жарайды, ұрыспаймын деді. Ал Эбру болса әпкесіне келіп, әпке деді. Сен мұнда не істеп жүрсің? Неге келдің деді Зейнеп. Әпке, өтінем, кешірші енді. Мен бұны дұрыс жасамадым. Ар жағын ойланбадым дедім. Эбру, сен мені масқара еттің ғой. Ашкөз еттің ғой. Дым көрмеген еттің ғой сен мені, деді. Сөйтті де екеуі әпкелі сіңілі татуласты. Енді бұлай қайталаушы болма. Енді үйіңе қайт деді. Сөйтті де Зейнеп, әмиян іздеп жүрген кезде Серхат не іздедің деді. Әмияннан ақша берейін деп Эбру келіпті. Кешірім сұрауға деді. Қазір жүргізуші айтам деді. Керек емес, 800 мың берген ақшаңызды міндет қылғандай, оны да міндет қыларсыз деді. Жоқ, жүргізушім апарып тастайды. Болды, артық сөздің керегі жоқ деді. Таң атты. Қайелға сәлемдеме келді. Ол сәлемдемені ашып, Елкем көресің енді. Мен дегені сұлу
арық болам деді. Сол кезде жоғарыдан Зейнеп түсіп келе жатып, Хаел, не келді, қандай зат алдың деді. Сәлемдеме ғой деді. Оның ішінде не бар, мен көрейінші деді. Жай опа-далап пен бояйтын заттар ғой деді. Жүр, таңғы ас ішеміз деді. Жоқ, керек емес, таңғы ас ішпеймін деді. Ал Эбру болса телефонға шұқшиып отыр. Оған анасы: Эбру, болды ғой енді, көзің ауырады деді. Осы кезде көршілер қалайсыңдар деп Түләй келді. Оны шақтырмаған Зейнептің анасы: шай бар ма деді. Шай жоқ деді. Зейнеп Кадерге бас көз болып жүр. Жақсы болды. Кадерді мен де сағындым. Мені тас жүрек дейтін шығарсыңдар, бірақ мен оны бауырыма бастым. Анасы керек қылмағанда кішкентай кезінде жөргегін ауыстырдым. Қарадым, баптадым, өсірдім деді. Ал осы кезде: әпкең екеуіңнің араларың қалай, Эбру деді. Оны естіген анасы: Эбру, әпкең екеуің араларың не болды? Айт деді. Апа, біз оны әпкем екеуміз шештік, ештеңе де болған жоқ, жұмысым бар деп кете барды. Ал Себем ханым ұлы Серқаттың үйіне келгенде: қош келдіңіз деді. Қош келдіңіз деп бөтен адамға айтасың. Қашан қайтам саған деді. Кешіріңіз, дұрыс айтасыз деді. Зейнеп осы кезде: Азыра ханымның жағдайы қалай деді. Азыраның жағдайын не қылайын деп едің? Жақсы бәрі. Неге сұрадың деді. Жай ғана деді. Ал Эбру болса Серқат мырзаға қонақ үйге барып: Серқат мырза, мен сізден кешірім сұрауға келдім. Бұл жерге мені әпкем жібермеді. Мен оны ойланбай жасадым. Әпкеме ашуланбаңызшы. Әпкем ашкөз емес. Сіз берген 800 мыңды де менің несиемді жабу үшін алған еді. Оны үйдегілер білмесін деп. Барлығы мен үшін, әпкемді кешіріңізші деді. Осы кезде Себем ханым кіріп: Зейнепті түсінбедім. Үйіне барғаннан Азыра ханым қалай деді. Басқа ештеңе айтпады ма деді. Жоқ, басқа ештеңе айтпады деді. Өзіне қарап жүр. Сен Жиһанның әйелісің. Басқа қыздар тартып алу мүмкін деді. Ал Азыра болса тартып алса не деді. Осы кезде Эбруға Жиһан келіп: ал оны Эбру, мені шайыма қалдырыңдаршы. Болды ғой, бір қателік жіберді екен деп қыр соңыма қалмайсыңдар ма? Таяқты да жедік деді. Көлікке отыр, аялдамаға дейін жеткізіп салайын деді. Сен қазір отырайын деп жатқаны газды басып кетіп қалмақшысың ғой, мен ақымақ деді. Осы кезде көлігіне отыр, мен сені кешке дейін күтпеймін деді. Ал оған қонақ үйден жұмыс тағайындады. Мақсатыңа жеткенше тоқтама деді. Ал оны пайдасын асырмақшы Жиһан. Ал Зейнеп Кадерге: Кадер, сен суретіңді салып болғанша мен қайта келемін деді. Саған кітап әкелейін бе деді. Иә, ішінде қаншайымы бар, кітап әкелші деді. Бірақ жалмауыз болмасын деді. Жарайды. Ал соңында кейіпкер қаншайым бақытты болу керек, сондай кітап әкел. Зейнеп әпке жарай ма деді. Жарайды жаным, міндетті түрде әкелем деді. Сөйтті де сыртқа шығып баратқанда Серқат мырза үйіне келе жатты. Зейнеп, қайда барасың деді. Кітап алуға. Кадерге ма деді. Жоқ, өзіме. Мені сауатсыз деп ойлайсыз ба деді. Сіңілің келді, маған барлығын түсіндірді деді. Енді менен кешірім сұраңыз деді. Кешірім өтінем деп Зейнептен Серқат кешірім сұрады. Кешірдім деп екеуі көлікке отырды. Көлікте кетіп бара жатқанда бір адам Серқаттың көлігіне Берақтың жүкті кездегі суретін жабыстырып жерге тастап кетті. Оны көрген Серқат сол адамның артынан қуып жетпекші болды. Ал Зейнеп болса шошып: не болып жатыр Серқат мырза деп сұрақты төтесінен қоя берді. Ал ана суретті көрсеткенде: бұл қай жерде түскен деді. Міне жазуымында тұр деп екеуі телефоннан тексерді. Ал Тибет болса адамына: Серқат ол суретті көрді ме деді. Анық көрді ме деді. Я, көрді деді. Онда кешке кел, тағы да тапсырма бар деді. Сол кезде Жиһан кірді. Тибет, қалайсың деді. Мен саған жаңалығым бар, Эбру деген қызды таптым деді. Ал Серқат болса жаңағы мейрамханаға келіп: бұрынғы адамдар істей ме деді. 6 жыл өтті ғой, 6 жылдан бері тұрақты мен ғана жұмыс істеп келе жатырмын деді. Ал Серқат болса:
Берақтың көңілдесе менімен ойнап жүр, еркек қой, алдыма келмей ме деді. Серғат мырза, ол адам сізді өте қатты таниды, сізбен ойнап жүр ол деді. Фильмнің жалғасы бар, арнама тіркелеміз.